Aylık, en az aylık Kırgızistan'da 150 bin son bular. Жадасını жатса жата берсинчи. Егерде мен президент болсам, her bir Kırgızistanlı'nın үйünde 10 kilogramdan altın bulur. Алтын қалбай қалды деп шықпады ма? Rahman'dan bütkenden bütelek, kılgandan kılalek işleri köylü. Buna yakında şu Ağustos ayında daha bir kitebinin taşarı boş gerekli. Al son konserti programımın kimin duraydı atkan kitap. Son programımın, konser programımın ulanış gerekli, koşturuş gerekli. Programının bir 70% yazılıp bütüp kaldı ele. Andan çıkarıдағы bir kinosu var ele. Rıspek Jabirov turat. Emi bu qanday болады аяғы, не болады? Уақыт өзі көргөзөр. Har qanday söz болады екен. Көзінің түрісінде bir жылы сөз айтып, жақсылап көңілін алып қойыш үшін söz түрде тиіш орды өліш керек екен да. Ақиқат айтсам жақсы емес дегендей, Рахман қолынан келішінше мемлекетте, қоғамда болып жатқан көріністердің барлығын сатиран тіліменен, ырменен, тамсилменен қолынан келішінше әрекет қылып жазып жүрді, айтып жүрді. Аны біреусі тура түшінді, біреусі тура түшінбеді. Kimden қаншалық шындықты айтып жатқанын уақыт мезгіл өзі дәлелдеп тастықтап келеді. Құрметті досым, Рахман қош бол. Жатқан жерің жайлы, топырағың торпылыс. Арты дүниеден жұмыс қылмасы. Рахман досымдың қылған еңбегін ел біледі. Қала артистері, көше артистері деп өкімет тараптан ғана bağlanмай қалды. Толық bağlanмай қалды. Мен бұл сәтте өкіметтік ишханада істегенім үшін театрда анда жоғарырақ намды болдым ұқсайды, бірақ кеп намда емес, кеп елдің жүрегінде қалышта деп ойлаймын. Рахманның қаншалаған шығармалары қалды. Рахманның қаншалаған айтқан сөздері қалды. Арқасына ондай тарбиялаған балдары қалды. Өзінің ұлдары қалды, тарбиясы қалды соларға. Үй жайы қалды әлбетте, иесіз. Қызықтай мемлекетте жашап жатабыз. Kimden uğur ekeni biliriz, banditler kim ekeni biliriz, atına şeyin biliriz. Onun gruppasında kança bandit var ekeni biliriz. Blok hiç böyle kılmayız da. Köyden kıykırığı da atat. Kıykırığı elime jetpey atat da atat. El düşünbey atat deyip. Çıkargan çıkarmalarını gözlerden koydurmay atsa. Tiyatrların eşiklerini jabap atsa. Жазған шығармалар үшін қайра шақырып, сұраққа чақырып атса, айналайын бұл дүниеде болмаса қайсы дүниеге бату керек? Емне деп айту керек? Қашан телефон çalып сұрап қалсам, мен УКМК'да отырам, мен берде отырам, мен айырда отырам, емне болды? Мені шақырып тұр. Емнеге шақырып тұр? Неге мұндай ыр жазасын деп шақырып тұр. Аттың дүние, қайран дүние, атаңдың көрі дүние. Қандай да? Biz бардық бийликтин учурунда алар сындап келгенбиз. Сын ешкимге жакпайт. Бирок мынчалык болгон эмес. Азыркыдай, азыр президент жок, Атамбаевдин маалында Атамбаев камчысын чаап турганда, Атамбаев кеткен жок деген концерт койгонбуз. Бардык телекомпаниялардан кеткен ролик. Жээнбековдун маалында чыгышке деп концерт койгонбуз. Эчтеме болгон эмес. Бүгүн азыркы бийлик эч ким президент болуп шайланып келбей эле. Алардын буйругу менен мен муну ушинтип түшүнүп атам да, бул административдик ресурс, бул концерт чыкпаш керек. Концерттин аты оңолмок элек биз качан ордодо турса 3 бахан деп коюлган.
Эмне үчүн үч бахан деген сөздү айтып атасыңар? Биз муну кетире албайбыз деп айтты. Рахмандын ушул чындыкты айтканына, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөнүнө көрө албай коюшту. Сахнага чейин чыгарбай коюшту го чиркин. Ушундай кордогонго чейин барышты да. Ошондо дагы майышып калбай, сынып калбай, отуруп калбай, күлгөн бойдон кайра өзүнүн сапарын улантып, чыгармачылык сапарынан алдыга жылдыра берди да. Орду толук жоготуу болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Амин. Аллахумма салли ва валидайя ва лиман. Мен ант берем, саясатты сындабайм. Андан көрө кой жөнүндө ыр жазам. Миллион кыргыз тентип кетсе мекенден ак үй жактан үндөр чыгат жыргаган. Таладагы койдой калган ээси жок. Кыргызымды көрүп бүгүн кыйналам.